Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен шоколадный манник жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің арнама бірден тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бірінші біз манный крупаны електен өткізіп аламыз. Сосын оның үстіне айран қосамыз. Және де сода қосамыз да. Жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай қою масса шығады. Енді бұл ісінгенге дейін бір шетке қоя тұрамыз. Енді бір жұмыртқаға қант қосамыз. Енді оның үстіне сары май. Мен сары майды алдын ала микроволновкаға ерітіп алдым. Енді осыны бір араластырып аламыз. Сары май ыстық болмауы керек. Егер де ыстық болатын болса, біздің жұмыртқамыз пісіп кетеді. Микроволновкаға ерітіп алғаннан кейін кішкене күте тұру керек. Сосын үстіне 2 қасық какао қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, манный крупамен айран ісінді. Мен ұзаққа қойған жоқпын. 5-ақ минуттай тұрды. Енді екі массаны бір-бірімен біріктіреміз. Енді араластырамын. Достар, бізде осындай қою масса шығады. Енді біз оның үстіне шетінен електен ұн өткізе отырып, пирогтың қамырын жасап аламыз. Достар, енді біз бұны формаға қоямыз. Менің формамның диаметрі 24 сантиметр. Мен оның астына пергамент төсеп алдым, және жан жағына күнбағыс маймен майладым. Енді құямыз. Осындай қою болып шығу керек. Достар, енді біз пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіреміз. Сонымен достар, менің пирогым пісті. Менде 35 минут пісті. Енді мен оның бетіне осындай помадка жағам. Сіздер оның орнына сгущенка жақсаңыздар да болады. Немесе шоколадный паста жақсаңыздар да болады. Сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Немесе ештеңе жақпай да жіберсеңіздер болады. Осылай жағып аламыз. Мен помадканы айтпақшы өзім істегенмін. Достар, енді бетін сәндейміз. Кез келген нәрсемен сәндеуге болады. Мен кокос таяқшаларымен сәндеймін. Сонымен достар, біздің шоколадный манник дайын. Енді бөліп көрейік. Өте жұмсақ. Жүрек шараланды деп. Мінекей ортасы осындай болып шықты. Мынау помадка.
сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер 24 емес, 20 немесе 18-дегі формада істейтін болсаңыздар, бұдан биігірек пирог шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егерге сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырау шанды басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.